малыңды да баққан ана. Ел басына күн туғанда, атқа мініп шапқан дана. Қайта құру кезеңінде тәуелсіздік болады деп, сабыр сақтап, үміттеніп, үміт күткенде ана. Мұз үстінде тайғанақтап, боран менен елге шыдап, көлек көншек сатқан дана. Намыс туын мықтап ұстап, ешбір жанға қолын жаймай, тәуелсіздік орнату үшін үлкен үлес қосқан ана, үлкен үлес қосқан ана. Талап етеміз, 58 жасты қайтарсын, талап етеміз. Құрметті астаналықтар, қолдауларыңызға өте үлкен рахмет. Сөз кезегін өзіміздің активист қыздарымыздың бірі желтоқсаншы Жанарға береміз.